Жақында SpaceX компаниясы Калифорниядағы Ванденберг базасының 4-ші ұшу алаңынан кезекті Falcon 9 зымыранын ұшырмақшы. Зымыранның B-1046 нөмірлі бірінші сатысы бұған дейін 2 рет ұшырылған. Ол 11 мамырда Кеннеди ғарыш орталығындағы 39-ші ұшу алаңынан Block 5 нұсқалы зымырандардың алғашқысы болып самғап, Бангладеш жер серігін көтерген соң Of Course I Still Love You жүзбелі платформасына сәтті қонған еді. Саты 2-ші жолы 7 тамызда Канаверал мүйісіндегі 40-ші ұшыру алаңынан индонезиялық байланыс серігін ұшырып, сол платформаға қайта оралды. Сонымен бұл саты алғаш болып 3-ші рет ұшырылайын деп тұр. Бұл жол ол Тынық мұхиттағы Just Read the Instructions платформасына қонуы тиіс. SpaceX Block 5 нұсқалы Falcon 9-дің бірінші сатысы 10 реттен артық қолдануға жарамды деп мәлімдеген. Falcon 9 SSOA миссиясы аясында Space Flight Industries компаниясы жинақтаған 17 мемлекеттің 64 шағын жерсерігін орбитаға шығарады. Олардың арасында 2 қазақстандық жерсерікте бар. Каз-Кайсат-1 Кубсат санатындағы 5 килограмдық ғылыми наносерік. Ал массасы 50 килограмдай Каз-ST-SAT 22 метрлік аржатымен ауыл орман шаруашылықтарына қажет мультиспектрлы кескіндер алатын микросерік. Серіктерді Қазақстан ғарыш сапары акционерлік қоғамы мен франциялық Airbus Defence and Space'тің біріккен кәсіпорны Ғалам компаниясы дайындады. Олар Ғаламның жинап ұшуға дайындаған алғашқы ғарыш аппараттары. Каз-ST-SAT-ты Ғаламға британиялық SSTL фирмасы жасап берген. Қазақстандық мамандар бортты компьютер мен бағдарламаларын жасақтаған. Шолушылардың пікірінше, Қазақстанның Falcon 9-ды таңдауына Ресейлік Союздан гөрі ұшырылым бағасының төмендігі әсер еткен. Эксперименталды ұшырылымның тәуекелі жоғары. Сол себепті SpaceX бағаны 10%-дай түсірген болуы мүмкін.